Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге Наполеон тортын жасауды үйретемін. Ол үшін бізге керегі ұн, маргарин, жұмыртқаның 2 сарысы, қаймақ және разрыхлитель. Қаймақтың проценті бұл жерде маңызды емес. Мен бірақ 25%-ын қолдандым. Маргарин 72% болуы керек. Торт жасау үшін 200 грамын қостым. Маргаринді үккіштен өткізіп аламыз. Осылай араластырамыз ұнмен. Үстіне 2 сары уызымызды, қаймағымызды, және 1 қасық разрыхлителімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алып, қолымызбен қамыр илейміз. Бізде жұмсақ, эластичный қамыр шығуы керек. Қамырдың ең қандырып, әбден басып аламыз. Қамыр қолымызға жабысып тұрады. Осыдан кейін салфан мешокқа салып, 2 сағатқа холодильникке жібереміз. 2 сағатқа немесе 3 сағатқа қоюға болады. Мен 2 сағатқа қойдым. Міне менің қамырым 2 сағат холодильникте тұрды. Қамырларымды 6 бөлікке бөліп алдым. Және торт пісіретін қағазға жайып, 22 сантиметрлі табамен дөңгелектеп кесіп алдым. Оны вилкамен тесіп шықтым. 180 градуста 15 минутта пісіреміз. Әркімнің пеші әрқалай. Енді крем жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге қаймақ, сахарная пудра және 3 желанияның сгущенкасы керек. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Бізде сұйықтау крем шығады. Әбден араластырамыз. Міне менің корждарым дайын. Айналасындағы піскендерін осылай бөлек ыдысқа алып, қолмен уатып алдым. Бұларды біз тортты әсемдеу үшін пайдаланамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Корждардың арасына кремдерді мол қылып жағамыз. Мен мол қылып барлығының арасына жағып шықтым. Міне тортымды жинадым. Үстіне крошкаларды септім. Және түнге қалдырдым. Торттың дәмі ерекше, өте жұмсақ және дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.